Ертеде мақта қыз бен мысық ажырамас дос болыпты. Бір күні мақта қыз үй тазалап жүріп, мейіз тауып алады. Өзінің ажырамас досын шақырады. Мысық, кел, мейіз берем. Бірақ мысық келмейді. Келмесең келме деп, өзі мейізді жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: Мяу, мақта қыз неге шақырдың? Мяу. Айтпаймын. Сен қатығымды төгем. Мяу. Қатығымды төгетін болсаң, құйрығыңды кесіп аламын. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз оның құйрығын кесіп алады. Мяу. Мақта қыз құйрығымды қатасың. Мяу. Қатыға келсең беремін. Құйрығынан айырылған мысық қатық іздеп жолға шығады. Сыйыр, маған қатық берші. Қатық берем, бірақ маған жапырақ әкел. Мысық жапырақ сұрап ағашқа барады. Мяу, ағаш, маған жапырақ берші. Маған су әкелсең жапырақ берем, мысығы. Суға бара жатқан жолда шелекпен су көтерген қыздарды көріп: Қыздар, маған су берші. Мяу. Сағыз әкелсең ғана су береміз. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Сағыз берем, бірақ маған жұмыртқа әкел. Мяу. Тауық, маған жұмыртқа берші. Қыт, егер маған тара келсең, жұмыртқа берем. Енді не қыламын деп мұңайып бара жатса, бір үн қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қуып жетіп бас салады. Сол кезде тышқан шапшаң сөйлеп үлгереді. Жарайды, сен маған тара бершін. Сені жемеймін. Тышқан ініне барып тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға. Мақта қыз, міне қатық. Сен енді мен құйрығымды қайтарасың ба? Жарайды, мысық. Міне, құйрығың. Содан бері мақта қыз бен мысық тату тәтті өмір сүріпті.